мереке жоқ бізде. Біздің елімізде осы мерекені атап өту дәстүрі қаншалықты дұрыс өтіп жатыр? Біз наурызды коммерциялауымыз керек. Салт дәстүрлер олар қажет емес, 23 наурыздың ешқандай наурыз мерекесіне қатысы жоқ. Батыста бізде 14 наурыз көрісу күні. Қазақтың этнографиясында көрісу күні деген күн жоқ. Үкімет мүшелері мақұлдамайтын болса. Мен бөжей емеспін, ешкімді қорқытпаймын, үркітпеймін. Армысыздар, Азат сұхбат жобасының бүгінгі қонағы мәдениеттанушы, наурызтанушы Серік Ерғали. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы бүгінгі әңгімеміз осы наурыз мерекесін тойлау жайында болмақ. Наурыз мерекесі біздің елде ғана емес, сонымен қатар түркі тілдес біраз мемлекеттерде тойланады. Ал біздің елімізде осы мерекені атап өту дәстүрі қаншалықты дұрыс өтіп жатыр? Бұл енді негізінен мынау түркі және парсы халықтарына тән мереке. Қазіргі кездегі біздің елдегі аталып өту деңгейі, бір сөзбен айтсақ, бұл этнографиялық еске алу сипатында болып тұр. Яғни наурыз деген жаңа жыл болса, оған сәйкес көп нәрселер жоқ бұнда. Яғни біздің халықтың ұлттық этнографиялық наурызға тән емес дүниелері сахнаға, көшеге шығып, сол күні ғана біз этнографиямызды, ұлттық құндылығымызды еске аламыз да, сөйтіп наурыз жайына қалады. Наурыздың өзінің мәні, ол жаңа жыл, ол мереке. Ал енді этнографияға бесікке салу, тұсау кесу, қыздың, келіннің бетін ашу, ол күнделікті болып жатқан өмірдің шаруасы. Оны наурызға қатыстырып керек жоқ та. Жылына 2 рет балалы болсаңыз, 2 рет бесігін қырқынан шығарыңыз, бесікке салыңыз, тұсау кесіңіз, оның наурыздың қандай қатысы бар? Оның себебі наурыз мереке ретінде зерттелген жоқ. Басында енді 90 жылдары мынау СССР-дың, КСРО-ның тоталитарлық езгісінен шыққаннан кейін сол мерекенің 1-2 күн ұлттық мемлекеттік мереке болғанына мәз болдық та. Сөйтіп әйтеуір басында сол ұлттық сипатымызды шығаруға тырыстық. Енді одан кейін 30 жыл бойы есімізді жинап, оны дұрыстауымыз керек еді. Ол болған жоқ. Сөйтіп бұның атрибуты жоқ, ақырында жаңағы кейбір жағдайда мазаққа айналған жағдайлар да бар. Мысалға, көшеге киіз үйді тігеміз, оның ішіне жаңағы мұражайдағы экспонаттарды қоямыз, оған жаңбыр жауады, қар жауады, сөйтіп жаңағы заттар бүлінеді, онымен қоймай оларға комиссия құрамыз, комиссия құрып жаңағы аннан-мұнан жинап әкелген дүниелерді келіп оны комиссия бағалайды. Ол не үшін керек? Ешқандай мәні жоқ, түсініксіз нәрселер да. Жалпы кез келген мерекенің философиялық мәні бар. Содан басталады. Оның аңызы болады, оның мифологиясы болады, оның тарихы болады. Содан кейін оның атрибуттары болады, түрлі бір белгілері. Содан кейін соған сәйкес ән, күй, дәм, тағамдары болады. Әр мерекенің, түсіндіңіз бе? Солай қалыптасады өзі. Ол біздің наурызда бар. Ол қандай атрибуттар біздің наурыз мерекесіндегі? Мысалға, мен 2 жаңалық айта аламын наурыздың атрибутына байланысты. Біреуі жол терек деген біз мына көк пен жердің арасын байланыстырушы мифологиялық ағаштың түрінде. Бұны мифологияда бәйтерек деп жүрміз. Бұлай ол жол деп аталады. Жол деп аталатын себебі мына адамның тілегін жерден көкке жеткізуші жол ретінде сол ағаш жалпы алынады. Содан кейін екінші атрибутты мен мына Ресейдің орыс ерлерінің, еркектерінің бас киімі деген сайттан тауып алдым. Онда атау наурыз, және қазақтың мына қалпағымен, айыр қалпағымен бөркі бар ғой, екеуін біріктіріп тіккен. Қалпақты киізден тігеді. Қозының жүні қалпағым дейді. Биязы жүннен жасайды қалпақты. Ақ болады, неше түссе болады. Ол айыр қалпақ болады. Мына айырының өзі айды білдіреді, айдың несі. Яғни ол қалпақ жалпы түннің нышаны. Ал енді мына бөрік, елтірімен, аңның терісімен көмкерілетін бөрік, ол күндіздің, жарықтың, күннің шапағатының нышаны, тері. Түсіндіңіз бе? Сол екеуін біріктіріп тіккенде, соны мына Алтын Орда кезінде ақсүйектер соны киіп дәріптеген наурызды. Соның атымен наурыз аталып кеткенде, сол
орыс ағайындардың жаңағы жидасында, коллекциясында қалып қойғанда, сосын олар енді иемденіп отыр. Ал біз соны жоғалтып отырмыз. Енді оны қалпына келтіруіміз керек. Өйткені ол Наурыз мерекеміздің атрибуты. Қазіргі жаңағы Наурызда қазақтың бәрі көрермен, халықтың барлығы. Сосын сахна бітті. Мереке жоқ бізде. Мерекеге ұластыру керек. Сахнаны алып тастау керек. Жалпы барлығы мерекені басып кету керек. Одан басқа біздің Алтыбақан деген ұлттық ойын деп қазақ совет этнографиясы солай деп атайды. Шын мәнінде ойын емес. Ұлттық ойын емес. Ойында не болады басты? Ойында ереже болады. Ойнау үшін ереже керек. Ал Алтыбақанда ереже жоқ. Ол кешқұрым күн бата бастағанда құрылады. Таң атқанша жастар соны теуіп, бір жағында жігіт ер жеткен, екінші жағында бой жеткен тербетіледі. Бұл не мақсат, не мән? Бұл күн мен түннің тербелісі. Жігіт күннің рөлінде, бой жеткен айдың рөлінде. Жалпы қазақ фольклорында да айды, қызды айға теңейді. Түсінді ғой? Алтын айдарлы ұл тапты деп күнге теңейді ер баланы. Яғни бұл ақ пен қараның, жарық пен түнектің, яғни қарама қайшы барлық нәрселердің философиялық диалектісі, соның тербелісі, соның үйлесімі, соны паш еткен соның жоралғылары, соның ритуалдары. Яғни соның барлығын біз қайтарып Наурызға орын-орнына қойып отырмыз. Сонда Наурыз мерекесінде сіз айтып өткен жаңағы атрибуттар болу керек те, ал бірақ жаңағыдай әдет-ғұрыптар, салт дәстүрлер олар қажет емес, е? Мысалға 9 май жеңіс күні бар. 8 март бар. Онда ұлттық әдет-ғұрып қолданасыз ба? Мерекеде ұлттық этнографияның қандай қатысы бар? Немесе күнтізбелік жаңа жылда ұлттық қандай? Ешбір этнография жоқ ол жерде. Барлық халықтар жаңа елка деп шыршаны іледі, бәріне тән. Ол біздің жол теректен шығады. Йол деген сөз жол дегенді білдіреді. Содан барып орыс ағайындар оны да өзіне сіңіріп отыр. Аяз ата, Ақшақар, Снегурочка деген бәрі ойдан шығарылған, ешқандай ол туралы мифологияда жоқ, мифте жоқ, ертегі де жоқ, ештеңе де жоқ. Ойдан шығарылған. Ал Наурызда ойдан шығарылған ештеңе жоқ. Аға, сіз мынадай Наурыз мейрамын жаңаша өткізу тұжырымдамасының жұмыс жоспарын дайындаған екенсіз. Жалпы бұл тұжырымдаманы сіз қай жерлерге барып ұсындыңыз? Бұл тұжырымдаманы жасағалы 2009 жылдан бері қарай 12 жыл болды. 2009 жылы сиыр жылы кірді, содан басталды. Астанада алғаш рет осы сценариймен, осы тұжырымдаманың негізімен, мына ескі оң жағалауда тіл дамыту басқармасына қарасты Зерде деген орталық ұйымдастырып, менің сценариймен сонда атап өттік. Зиялы қауым, қарапайым халық жиналды, өте жақсы қабылдады. Яғни 12 жыл бойы, биыл сиыр жылы кіреді, бір мүшел. 12 жыл бойы бұл тұжырымдама практикалық сынақтан өтті, және ғылыми теориялық сынақтан өтті. Қоғам талқысына түсті ме? Қоғам талқысына түсті. 2013, 14, 15 жылдар 3 жыл бойы қатарынан Оңтүстік Қазақстан облысында, Шымкент қаласында 9 күндік фестиваль түрінде өтті бұл. Бүкіл атрибуттарымен, әр күннің атауымен өтті. Осы тұжырымдама. Осы тұжырымдамамен. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 15 жылы сол Наурызға қатысып, өзі осыған бата берді. Мынаны ел болып осылай 9 күн атап өтуіміз керек деп айтты ол кісі. Одан бері қарай 6 жыл өтті. Енді 2016 жылы мына Қазақстан Республикасының ұлттық мұражайында Дархан Мыңбай мырза басқарған кезде үлкен конференция болды, Наурызға арналған. Сонда бас баяндаманы мен жасадым. Сонда барлық этнографтар, тарихшылар, зиялы қауым, бәрі ғалымдар жиналып, сонда мойындады. Ешқандай қарсы пікір болған жоқ. Осы жерге аға кеңірек тоқталсақ, 9 күн деп айтып өттіңіз. Яғни 14 наурыздан бастап 22 наурыз аралығындағы уақытты қамтиды. 9 күнді неге мен негізден, ойдан неге шығарып алдым ба? 2 негізді айтам сізге. Бірінші, біздің белгілі діндар, ғұлама, этнограф Мәшһүр Жүсіп Көпеев деген атамыз болды. Ол кісінің 20 томдық кітабы бар. Соның 8-ші томында ол кісі мына Бекет атадан кейінгі бір үлкен қасиеті бар кісі болған. Бұқарада оқыған. Бұқарада оқығанда Наурыздың ресми түрде 8 күндік мерекесіне қатысқан. Соны ол кісі жазады. Бірінші 8-ші Наурыз арасында мен Наурыз мерекесіне қатыстым.
таңғажайып болды деп жазады. Бірі 8 деген Юлиан күнтізбесімен қазіргі Григориан күнтізбесіне ауыстырсақ 14 мен 21-дің арасы. Бұдан басқа қазақ халқы ешқашан наурызды 21-22-сіне емес 14-нен бастаған. Әсіресе батыс өңірде 14-нен бастайды. Неге? Себебі 14-ші наурызда мүшелдік цикл деген бар. Түсіндіңіз ба? Күн мен түн 21-22-сіне теңеледі. Енді мен сізбен тағы бір жаңалықты бөліскім келеді. Алматыдан солтүстік батыс жағына қарай 170 шақырым жерде Аңырақай деген жота бар. Сол жотада Таңбалтас деген әйгілі әлемге тас бар. Оның әйгілілігі онда 100 деген петроглифтер бар. Ол петроглифті Әлкей Марғұлан академик атамыздан бастап, біраз ғалымдар зерттеген, Медоев деген бір мықты кісі өзі соның барлығын түсіріп алып кітап шығарған. Бірақ ешқайсының көзіне түспеген мен наурыздың паспортын тауып алдым, төл құжатын. Онда екі ұлы үлкен бейне тұр, біреуі күн басты, біреуі ай басты. Бұл тәңір мен іңір, біреуі күн, біреуі түн. Соның екеуінің арасында сиыр жылының 4 мезгілі бар. Оның астында 12 адам, 12 түрлі бейнеде, 12 жылдың сиыр жылының, тағы басқа жылдардың кейпінде билеп, мерекелеп жүр. Бұндай ешбір халықта, ешбір жерде, ешбір елде жаңа жылының атрибуты жоқ. Бұндай паспорт жоқ, бұндай куәлік жоқ. Аға, жаңа 14 наурыз деп қалдық, батысты да айттық. Осы орайда сұрағым келгені, батыста бізде 14 наурыз көрісу күн деп аталып жүр. Қазақтың этнографиясында көрісу күн деген күн жоқ. Қазақтың этнографиясында амал деген күн жоқ. 1926 жылы ресми түрде наурызды тойлауға түркі халықтарына тыйым салған КСРО халыққа тыйым сала алған жоқ. Халық қарапайым ылғи да 14 наурызда мерекелеп келді. Түсіндіңіз бе? Сөйтті де Колбиннің басшылығы кезінде біз 1990 жылы наурызды күн мен түннің теңелсізде бір жақты алдық. Мүшелдік жаңа жылды алып тастадық. Қате осы жерден болды. Бірақ соған мәз болдық біз. Әйтеуір мерекеміз, жаңа жылымыз қайтып келді деп 21-22-сіне ауыстырып жібердік. Ал халық 14-не тыйылған жоқ. Мерекені жыл сайын мерекелеп жатты. Содан барып сұрайды журналистер: "Ей, мынау не мереке? Не деп айтады енді ол? Наурыз анау 21-22-сіне көшіріп жібердік." Амал дейді біреуі көрісу дейді. Содан шығып кетті. Шын мәнінде көрісу күні деген күн емес, көрісу ол ғұрпы. Ол жыл басы деп аталу керек. Ол наурыздың басы деп аталу керек. Ол көктемнің бірінші күні деп аталу керек. Бірақ көрісу күні емес. Көрісу күні емес. Мысалға, қызды ұзатқанда сыңсиды. Сыңсу күні деген күн жоқ. 40-нан шығарғанда баланы бесікке салады. Бесікке салатын деген күн жоқ. Ол 40-нан шығару. Бала тәлтіректеп тай-тай басқанда тұсауын кеседі. Тұсау кесетін күн жоқ. Ол ғұрып бұның барлығы. 9 күн деп айтып жатырмыз ғой. Иә. Жалпы осы 9 күнді тізбектеп айтып шықсаңыз атауларын. Енді бірінші шуақ күні. Бұл күні негізінен адамдар бір-бірімен көріседі, бірін құттықтайды, бірімен бірі зуммен бе, скайппен бе, видеомен бе, алыстан шетелден бір-бірін құттықтайды. Бұл күні, әр күннің бізде атауы бар, әр күннің түсі бар, әр күннің эмблемасы, белгісі бар. Келесі күн алас күні. Алас деп жалпы тазаруды айтады қазақ. Аластау деп жаңағы адыраспанға жүгіріп керек жоқ. Қазақ ешқашан адыраспанмен аластамаған. Қазақ аршамен, қош иісті, жұпар иісті өсімдікпен, ағашпен аластаған. Біз кешегі 90 жылдан бері қарай сыгандардан үйреніп адыраспанды салып жібердік. Адыраспан деген ең құрыған жерге, шөл далаға, құм басқан жерге өсетін ұлы шөп. Бұл күн рухани және материалдық тазаратын күн. Бұл күн ескіден құтылып жаңаны алатын күн. Түсініңіз бе? Соның бәрін жасау керек. Ол бұрын болған. Бұл күн бұлақтың көзін ашатын күн, тазарту. Бұл күн экологиялық күн. Экологиялық тек қана табиғат емес. Біреуге ренжітсеңіз, оны кешіріп, кафеге шақырып, ресторанға шақырып, үйге шақырып, шай беретін күн. Үшінші күнге келетін болсақ, енді бұл бізде жайнау күні. Бұл күні көшені болсын, үйді болсын, адам өзін өзі болсын, безендіру керек. Келесі шаттық күні екен, Шаттық күні. Бұл негізінен күлкі күні.
әзіл, сықақ, юмор, сатира, цирк күні, концерт күні. Енді береке күні, бұл береке енді жеті дәмнің күні. Бұл күні енді береке. Наурыз көже жасасын, бауырсақ шашасын. Бауырсақты қазақ дастарханға шашып тастаған. Ешқашан оны шектеп ыдысқа салмаған. Егер ыдысқа салсаңыз, ырыс несібеңіз шектеледі, тарылады, байлықтың үстінде отырып кедейлікке ұрынасың қазіргідей. Неге қазақтар кедей? Ырымды дұрыс жасап отқан жоқпыз. Енді тағзым күні 19-ы, бұл күні өлген әруақтарға құрметтеп, иіс шығару керек, шелпек пісіру керек, дұға оқу керек. Келесі күн өркен, өсу, өну, молаю күні. Түсі жасыл, белгісі қошақан, бұзауқан, төлдер. Бұл күн негізінен баланың күні, баланы қуанту керек. Сосын келетті, енді ұлы күн, енді 7 күн болды ма? 7 күндегі барлық шаралар, барлық безендірулер, барлық атрибуттар ұлы күнде қолданылады, пайдаланылады. Ұлы күн сол 7 күннің қорытындысы. Күні бойы мерекелену керек. Ұлы істің ұлы болатынның себебі ұлыс емес, ұлыс деп қателесіп келдік біз. Ұлыс оң болсын деп жасады. Ұлыс оң болсын деген болмайды. Істің оң терісі болады. Бұл күн ұлы істің ұлы күні. Ұлы істің ұлы күні. Ұлы іс деген тіркес қосылып кетіп, ұлыс болып кеткен. Ұлы іс деп қазақ ғарыштағы, көктегі нәрсені айтады. Жерге қатысты ешқашан ұлы деген сөзді қолданбаған. Біздің халқымыз бас таңды қарсы алған. О күні ешкім ұйықтамаған. Қыз жігіт келіншектер ұйқашар жасайды, дастархан жасайды, уыз қағанақ, басқасын қояды. Жігіттер селт еткізерін дайындайды сыйлығын. Қариялар бел көтерермен отырады, ұйықтамайды, таң асырады, таңды қарсы алады. Енді былай тізіп қарасақ, шуақ күні, алас күні, жайнау күні, шаттық күні, береке күні, тағзым, өркен, ұлы және бастаңғы күні деп бөлген екенсіз 9 күнге. Сіз жіберген мына бір суретте бұрмаланған нұсқасы деген бар. Ол жерде осы күндердің атауы басқаша аталған. Бұл қайдан шыққан? Мынадай жағдай. 12 жыл бойы жыл сайын мен мәдениет министріне хат жазам. Жыл сайын барлық әкімдерге хат жазам. Жыл сайын президентке хат жазам. Осыны енгізейік деп, соның сәті биыл түсіп жатыр да. Мына менің 12 жыл бойғы келе жатқан мына 9 күндік бастамамды әркімнің құлағында бар, көзінде бар, әркім әр жаққа тартқылап, бұрмалап, ойына келген істеп жүр да. Мен оған қой деп отқан жоқпын. Бірақ дұрыс нәрсе тапсаңыз қосу керек та, ал барды бұрмаламау керек. Бұл ғылыми нәрсе. Міне осыны бұрмалап, 9 күнді 10 күн қылып, 14-нен бастап 23-не дейін. 23-ші наурыздың ешқандай наурыз мерекесіне қатысы жоқ. 2 январдың, қаңтардың күнтізбелік жаңа жылға қатысы жоқ. Оны мен бас жазатын күн деп есептеймін. Оларды демалыс қылуды алып тастау керек. Қай күн демалыс болу керек бізде сонда? Жыл басы 14 наурыз болу керек. 21-22-сі қалу керек. 3 күн жарайды. Аға, мына бұрмаланған нұсқаға сәл оралсақ, бұл қайдан келген нұсқалар? Бұны кім жасады? Енді былтыр рухани жаңғыру орталығы Нұр Отан партиясының мирас кеңесіне бір нұсқаны алып келген. Осы нұсқаны кім жасады десем, бір Руслан Бегенбетұлы Беген деген азамат жасады дейді. Ол кім десем, журналист дейді. Ол кісі рухани жаңғыру орталығынан алып келген ғой, Енді сол қысқасы мәдениет министрлігіне осы нұсқа барған. Мәдениет министрлігі осы нұсқаны сайтқа іліп қойған. Мен жыл сайын мәдениет министріне биыл да жаздым. Неге бұл нағылған адам, мынау мазаны алған? Бұл не қылып жүрген адам деп шақырмай ма? Не білдіріп жүрген адам деп кездеспей ма? Мен мәдениетке қатысты нәрсені жүрмін ғой, ұсынып. Мен осы министрлік мені қабылдаудан қорқама, мен түсінбедім. Мына қараңыз, көрісу күні дейді 14-і. 15-і жайлау күні дейді. 15 күні жайлауға шығып кетеміз ба? Жайлаудың наурызға қандай қатысы бар? Шежіре күні дейді. Генеалогиялық құндылықтың бұл наурызға қандай қатысы бар? Сіздің жетатаңыздың наурызға қандай қатысы бар? Ал сіз осы өзіңіз айтып отырсыз ғой, енді бұның авторы жаңағы Руслан есімді. Енді мен авторында шаруам жоқ енді. Кім болса да. Хабарласып, жүздесіп, жолығып сөйлескен жоқ қой, мен танымаймын да. Кім десем, сол баланы нұсқады.
Мәселе ол жеке балада емес, мәселе жалпы бізде мәдениет саласында жүйе жоқ. Мәдениет саласында жаңағы жүйе жоқ дегеніңіз бұл Наурыз мерекесін тойлауға қатысты айтып отырсыз ғой. Егерде бір ғана мерекені 12 жыл бойы, менің өзім 30 жыл бойы мемлекет дұрыс мерекелемей келсе, 12 жыл бойы мен ебіл-себіл болып жөнінде жүрсем ба, мұнаң барлық байлықты алып келіп отырып, ешкімге берерге кіргізе алмай жүрсем, онда қандай жүйе болғаны? Бұл тұжырымдамаңызды неліктен қазіргі уақытқа дейін Мәдениет министрлігі қабылдамай отыр? Оның себебі өздері айтты. Сіз енді жолыққан шығарсыз оларға барып. 2016 жылы 6 сәуірде Әділет министрлігіне апарып авторлық патент ретінде тіркедім бұны. Ғылыми туынды деп тіркеді. Патенттелген Иә. Мен соны жыл сайын аламда, мұнаның барлығын тіркеймді, электрондық нұсқамен бұлай апарам. Жауап жоқ. Бетонға ұрған нәрсе сияқты. Олар не істеп жүр? Жалпы бұл министрлік не үшін маған түсініксіз? Яғни сіз министрліктің бірде-бір өкілімен кездескен жоқсыз? Бұл жайында мен сөйлескен жоқсыз? былтыр қызық болды. Былтыр бір жыл бұрын Мәдениет министрінің көмекшісі маған хабарласты. Кім? Ол жігіт қазір жоқ, шығып кетті жұмыстан, мен атын ұмытып қалдым. Сол жігіт хабарласып, сізді министр шақырып жатыр деді, кездесуге. Ойбай, не жөнде? Наурыз жөнде. Керемет. Тамаша, келдім, папкамды ашып. Содан бір сағат отырдым күтіп. Отырыстан министр босаған жоқ. Содан кейін жаңа көмекші, аға енді ренжімеңіз, ертең болмаса осы аптада шақырамыз деді. Бір апта күттім, бір ай күттім, бір жыл күттім. Білмеймін енді мен ренжімеймін да. Мен ренжімеймін, просто бізде мемлекетте жүйе жоқ. Қазір сіз нақты айта аласыз ғой, сіздің айтқанда идеяңыз ұрланған. Солай айтуға келеді ма? Идея ұрланған, иә. Атаулар өзгертілген. Мен несіне бастартам? Бұл енді патенттелген дедіңіз, бірақ жаңа бұрмаланған нұсқасын тауып алдыңыз. Ары қарай енді бұл патенттелген зат болғандықтан, дүние болғандықтан, бұны өзіңіздің тұжырымдамаңыз екенін дәлелдеу үшін бір сотқа беріп, ондай бір... Жоқ, мен ондайға байбалам салмаймын. Мен ол сотқа беру үшін патенттеген жоқпын. Бұны басқа халықтар, басқалар бұрмаламасын. Мынау еңбек қой. Бұрмаламасын. Егер шынымен шапқа тиіп жатса, онда дәлелдеуге тура келеді. Наурыз мерекесі енді жаңа сөздің басында да айтып өттік, бізде ғана емес, біраз түркі тілдес елдерде де тойланады. Оларда да осылай осы тұжырымдама бойынша тойланады ма, әлде оларда сәл басқаша ма? Бұндай тұжырымда ешбір халықта жоқ. 27 қаңтарда мемлекеттік хатшы жеке қабылдады мені осы мәселе бойынша. Ол кісі қабылдап, мақұлдап, жан-жақтың барлығына осыны қолдап хат жіберді. Бірақ осыған тікелей қатысты министрлік жұмыс жасау керек, бірігейік. Мен бөжей емеспін, ешкімді қорқытпаймын, үркітпеймін. Мұнан дұрыстап қабылдап, халықтың өзінің ұлттық құндылығын өзіне жақсылап, шекпен жауып, қалпағын кигізіп қайтарайық. Ал аға, егерде осы тұжырымдамаңызды министрлік мақұлдамайтын болса, үкімет мүшелері мақұлдамайтын болса, арғы әрекетіңіз қалай болмақ? Біріншіден, мына күйінде мақұлданбаса, мына бір қызық жері бар ғой, біреулер жайнау деген сөз жаман онша емес дейді. Онда онша сөз тауып әкеліңіз, жақсы сөз. Алмастырайық, қарсы емеспін. Онда мен енді соттасып оттаспаймын, бірақ осыны түзетуге бәрі күшімді саламын. Енді қазіргі уақытта шыны керек қоғамда пандемия басталғалы тойлау, той өткізу мәселелерін халық азайтып жатыр. Ал енді осы 9 күнді олар көп көреді деп ойламайсыз ба халық? Біріншіден, бұл азаматтық мереке. 19 миллион халықты желкелеп тұрып міндеттейтін ешкім жоқ. Мерекелегін келе ме? Мерекеле. Болмаса жөніңе жүре бер. 19 миллион халықтың 19 мыңы мерекелесе де жатып жатыр. 31 желтоқсанда тойланатын жаңа жыл мен 22 наурызда тойланатын жаңа жыл екеуі екі түрлі деңгейде халық арасында тойланады. Көбі, шыны керек, 31 желтоқсанда тойланатын жаңа жылда асыға күтетіндер көп. Өзіңіздің пікіріңіз қалай? Шырша, ойыншық, оның барлығы бизнес. Бұл жерде коммерцияланған бұл мереке. Біз наурызды коммерциялауымыз керек. Коммерцияласақ, бірнеше адамға табыс көзі болайын деп тұр. Енді мына үкіметке қазір жаңағы негізінен бұрмаланған нашар нұсқасы тұр. Бірақ та енді қазір талқылану үстінде
Оған біз мына рухани жаңғыру орталығымен бірігіп, мен сарапшы ретінде, осы негізгі тұжырымдаманың авторы ретінде бірігіп, осы дұрыс нұсқасын беріп отырмыз. Содан біз осы үкіметтен осы дұрыс нұсқаны қаралуын сұраймыз. Біз мерекені демалыс ішіп жеу күні қылсақ, онда түк болмайды. Егер жаңағыдай қылып қосатын болсақ, барлық құрылымдарды, онда бұдан артық мереке болмайды. Аға, сұхбатқа келіскеніңізге үлкен рахмет, сіңізге сәттілік. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.